Мы команда разработчиков. Біз көтергіш бұрылмалы механизм бар интерактивті панельдер жасайтын командамыз. Қазақстанда жалғызбыз. Біздің пайдалы модель жасайтын патентіміз бар. Қазіргі уақытта біз білім беру мекемелері, орта мектептермен жұмыс істейміз. Олармен оқу процесіне біздің панельдерімізді енгізу үшін бірқатар меморандумға қол қойдық. Біздің панельдеріміздің қазіргі оқу кластарында тұрған интерактивті тақталарға қарағанда жақсы, әрі тиімді екендігі жайлы көптеген оң пікірлер алдық. 2017 жылы бізге интерактивті панельдердің қосалқы бөлшектерін алу үшін грант берілді. Біз 2 панель жасап, оларды саттық. Сол уақытта грант бөлу жайлы хабарландыру болған. Біз өтініш беріп, интерактивті панельдер жасау үшін грант ұтып алдық. Енді бұны мына тесікке ілеміз. Екіншісін оған тіреп қойып, екеуін бірге бір бұрандамен бұраймыз. Теперь вот эта вот есть дырка, она вот сюда вот. Вторую представляешь? Жалпы алғанда жаңалық ойлап тапқан жоқпыз. Біз тек бірнеше шешімдерді біріктіріп, өзіміздің өнімімізді ойлап таптық. Мына жердегі Жанат және Руслан деген жігіттер компьютер және 7 құрамдас бөліктермен жабдықталған мультитач панелін жинаумен айналысады. Оның ерекшелігі интерактивтілігінде, яғни ол басқаша айтқанда үлкен планшет. Бұл білім беру саласындағы жақсы технология. Себебі қазіргі балалардың бәрі интерактивті. Большой планшет. И это очень хорошая технология именно в образовании, потому что дети сейчас они все интерактивные, все медиа. До получения гранта мы проходили обучение. Грант алғанға дейін біз бизнес кеңесші бағдарламасы бойынша оқулардан өттік. Онда бизнес жүргізу негіздерін, маркетинг мәселелерін, сату, бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізуді үйретті. Мұндай білім шынында кез келген кәсіпкерге қажет. Себебі кәсіпкерлер ел экономикасына серпін беретін қоғамның негізгі бөлігі. Который именно дает большой импульс экономике. Одно из основных критериев, так скажем. Бизнес жүргізудегі және онымен айналысудағы біздің негізгі ұранымыз бірінші кезекте қоғамға пайда келтіру, екіншісі қоғамда қалыптасқан мәселелерді шешу. Егер осы екі қағида орындалмаса, менің ойымша, онда кәсібің табысты болмайды. Біздің жұмысымыз бірінші кезекте білім беру саласына бағытталған. Бұл қоғам дамуындағы негізгі саланың бірі. Біз білім беру саласында геймификация бағытын, яғни ойындарды қолдануды ұстанамыз. Олар трендтік заттар. Осылардың көмегімен балалар ойнау барысында да білім алады. Біздің тұжырымдамамыз балаларды 3 салада дамытуға негізделген. Олар жаны, тәні, санасы. Біз бағдарламалық қамтамасыз ету жайлы бірқатар жобалар жасадық. Олардың бәрі қазақ тілінде. Себебі қазіргі кезде қазақ тіліндегі білім беру бағдарламалары аз. Жас кәсіпкерлерге айтарым, ең бастысы қорықпау қажет. Нені де болса байқап көру керек. Әрбір қатесінен адам тәжірибе жинайды. Ең бастысы тоқталмай алға ұмтылу. Нужно пробовать другой вариант. Самое главное не останавливаться и пробовать.